күйеуім менің жұмағым. Арайлап атқан әрбір таңда мен күйеуімнен ертерек оянып, оның ас суын қамдаймын. Өйткені дайын тұрған дастархан оның көңілін көтеретінін білем. Әр күн сайын оны жұмысына күннің көзіндей күлімдеп шығарып салам. Өйткені ол жұмыстан соң мені көру үшін үйге қарай асығады. Ол келгенде үйдің айнадай таза, ал дәмді тағамның дайын болуына бар күшімді салам. Өзім де барынша көрікті киімдерімді киіп, жағымды жұпар себініп алуға тырысам. Өйткені күйеуім өзімен екі дүниеде бірге болатын адал жарым көргенде, көзі тойып, көңілі байыз тапқанын жан жүрегіммен қалайым. Үй шаруасының бітпейтін күйбеңдерін үйіп төгіп, оның еңсесін түсіргенді қаламайым. Өйткені оның менсіз де жұмысынан шаршап келгенін жақсы түсінем. Отбасымыздың қажеттіліктерін оның көңілі көтеріңкі, уақыты кең кезде ғана айтып жеткізем. Мен оның ата-анасын шын ынтаммен құрметтеймін. Оларға қолынан келген бар жақсылықты жасайым. Өйткені Алла тағала менің асыл жарымды дүниеге жіберу үшін өзгені емес, дәл сол кісілерді таңдаған. Туған туыс, ағайындарын да шын пейілмен күліп қарсы алуға тырысам. Өйткені олар мені көріп, мұсылмандыққа баға беретінін сезем. Бөтен еркектермен еш уақытта әңгіме сапырып тұрмаймын. Өйткені күйеуім ондай қылықты ұнатпайтынын жақсы білем. Ауырып сырқаттанғанымды да оған білдірмеуге тырысам. Өйткені оның өз отбасын қатты уайымдайтыны маған мәлім. Ал оның мазасы қашып, ауыра қалса, әрдайым жанынан табылуға тырысам. Себебі мен оған өте керекпін. Я, оның ашуға булығып, ренжитін кездерде болады. Бірақ ондай кездерде десем деп, оның әр сөзіне жауап беріп отырғым келмейді. Себебі оның реніші де, ашуы да шай орамал кеткенше. Рас, кейде кім қуыт жұмыстарының арасында маған көңіл бөле алмай да қалады. Бірақ ол үшін мен ренжімеймін. Өйткені ол не істесе де отбасының бақыты үшін шаршап жүр. Біз бәрібір ет пен сүйектен жаралған пендеміз. Сондықтан кейде адасаяқ та сықырлап қалады. Ондай кездерде көбінесе оны үндемей жеңуге тырысам. Өйткені қазір болмашы себепке бола талай үйде Алланың алдында қиылған ақ некенің бұзылып жатқаны маған мәлім. Айтпай келген кейбір кикілжіңнен кейін бірінші болып кешірім сұрайтында менмін. Ақиретте бірінші кешірім сұрағандар мол сауапқа кенелетінін мен анық білем. Ол менің қасымнан қашанда жақсы көңіл күймен кеткенін қалайым. Өйткені ол үйден ұрыс-керіспен шықса, содан соң біреуіміз күтпеген жерден ажалға қауышсақ, ең соңғы ұрысымыз үшін мәңгі бақи қиналатынымызды білем. Оның үй шаруасына жұмса деп берген қаражатын тек қажет нәрселерге ғана үнемдеп жұмсайым. Өйткені Алла менен оның есебін міндетті түрде сұрайды. Үйіміздің қашанда тыныш, берекелі, көңілге жағымды болуына жағдай жасайым. Өйткені әрбір мұсылман еркек үйленер кезде сондай шаңырақтар маңдайды. Я, мен бәрінде дәл осылай жасайым. Өйткені мен білем, күйеуім менің жұмағым немесе тозағым.